Ауз биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгінгі кезекті дәрісіміз бұл сахабалардан Туфайл ибн Амир радиаллаху анху жайында айтып өтпекшіміз. Осы сахабаның дінге келуі, дінге келгеннен кейінгі өмір баян жайында айтып өтеміз. Бұл Туфайл ибн Амир өз қауымының ішінде өте беделді адамдардың бірі болады. Өз қауымының ішінде қауымына сөзі өтімді, сөзге шешен, сол көсемдерінің бірі болады. Туфайл ибн Амир айтады. Туфайл ибн Амир өз сөзімен айтады: мен дейді бірде Меккеге қажылық жасау үшін, қажылық жасау мақсатында Меккеге жолға шықтым дейді. Меккеге жолға шықтым. Сөйтіп сол Меккеге келген кезімде мені Құрайштықтардың, мүшриктерден болған Құрайштардың үлкендері мені күтіп алды дейді. Мені күтіп алып, олар қонақ қылды дейді. Төрлеріне отырғызып, мені қонақ қылды. Сөйтіп маған олар айта бастады: ей Туфайл, сен өз қауымының ішіндегі беделді, қауымыңа сөзі өтімді, сондай адамдардың бірісің ғой. Біз саған бір нәрсені ескертпекшіміз. Біздің мынау қауымымыздың, біздің еліміздің ішінде сондай бір бүлік болып жатыр. Абдулланың ұлы Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, өзін пайғамбармын деп жатыр, өзін Алланың елшісімін деп жатыр, біздің құлшылық қылып жатқан пұттарымызға тіл тигізіп жатыр. Және де мынау әке мен баланы, бауыр мен бауырды, ерлі зайыптылардың арасын ажыратып жатыр. Оның сөздерін естімеген, онымен жолығып жүрмеген, тағы да оның сөздерін естімеген, оның сөздері сондай сиқыр сияқты, сен сиқырланып қаласың деп маған олар айта бастады дейді. Маған олар осыны жан-жақтан барлық жабылып осыны айтқандықтан мен онымен тіпті сөйлеспеймін. Егер мен сөйлесетін болсам, тіпті мен оны көретін болсам, құлағыма мақта тығып аламын деп, тіпті құлағыма мақта тығып алдым дейді. Қараңыздар. Сөйтіп Кағбаға келдім дейді. Кағбаға келсем, пайғамбарымызды, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, Кағбада намаз оқып тұрған жерінде таптым дейді. Ол намаз оқып тұратын еді. Мен құлағыма мақта тығып алғам дейді. Алланың қалауымен оның кейбір сөздерін мен естіп жаттым дейді. Кейбір сөздерін естідім дейді. Және де мен өзіме сол кезде айттым: ей Туфайл, саған өкініш болсын. Сен ақ пен қараны ажырата білетін, сен дұрыс пен бұрысты ажырата білетін адамсың ғой, саған не болды? Егер дұрыс сөз айтып жатса, қабыл етесің, егер дұрыс емес болса, оны қабыл етпейсің. Сен тыңдап көрмейсің ба бірінші деп өзіме айта бастадым дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жаңағы оқып тұрған намазы, құлшылық ғибадаттары маған өте қатты әсер етті дейді. Ол біздікіне мүлдем ұқсамайтын дейді. Пайғамбарымыз намазын оқып болғаннан кейін ол жаймен үйіне қарай жол тартты дейді. Мен де арқасынан түстім. Сөйтіп пайғамбарымыздың арқасынан түсіп, пайғамбарымыздың үйіне келдім. Үйіне келіп пайғамбарымызға жолықтым дейді. Пайғамбарымызға жолыққаннан кейін мен өзім жайлы айта бастадым дейді. Мен осындай Ад-Даус деген қабиладан, сол ұрудан боламын, сол ұрудың көсемдерінің бірі боламын деп мен өзімді таныстырып пайғамбарымызға. Және де мен осы Меккеге келгеннен кейін, осы меккелік Құрайштардан, мүшриктерден болған Құрайштардың маған сол пайғамбарымыз жайында айтылған теріс пікірлерін мен айтып бердім дейді. Сіз жайлы маған көп айтты. Тіпті мен сіздің сөздеріңізді естімейін деп құлағыма тіпті мақта тығып алдым дейді. Тіпті мақта тығып алдым. Бірақ Алланың қалауымен мен сіздің сөздеріңізді естідім. Мен сіздің жасап жатқан құлшылық ғибадаттарыңыз маған қатты ұнады, маған қатты әсер етті. Өзіңіз жайында маған хабар беріңізші деп сұрадым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маған ислам дінін түсіндірді дейді. Ислам дінін түсіндіріп, маған Ихлас, Фәлақ сүрелерін оқып берді дейді. Мен бұндай керемет, бұндай көркем сөздерді алдын естіп көрмеп едім дейді. Мен сол жерде Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммаду расулуллах деп иман келтірдім дейді. Және де пайғамбарымыздың қасында бірнеше уақыт қалып қойдым дейді. Қалып, дінді үйрендім. Және де
сол Құраннан бірнеше сүрелер үйрендім. Сосын бірнеше уақыт өткеннен кейін пайғамбарымыздан рұқсат сұрап мен еліме қайтпақшы болдым. Пайғамбарымызға сол кезде мен сұрадым: «Я Алланың елшісі, маған рұқсат беріңіз, мен еліме қайтайын, оларға дінді жеткізейін». Және де сол мен қауымыма дінді жеткізер кезімде бір белгі болсыншы, сондай бір белгі болатын бір нәрсе маған беріңізші деп мен сұрадым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға қылды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жерде дұға қылды: «Я Раббым, бұл Туфайлге өзінің қауымына ислам дінін жеткізуде бір жәрдем болатын, белгі болатын бір белгі берген» деп дұға қылды дейді. Сосын мен пайғамбарымыздың алдына шығып, бірнеше қырдан өткеннен кейін менің маңдайымда жарық бір нұр пайда болды дейді. Жарық бір нұр пайда болды дейді. Мен сол кезде Алладан сұрадым дейді: «Я Раббым, тек қана осы маңдайымда емес, басқа жерде болсыншы, менің қауымым осыны көріп, бұл өзінің дінінен шыққандығы үшін, өзінің дінінен бас тартқандығы үшін бұған бір жаза ретінде бұл қарғысқа ұшырапты деп ойлап қалмасын. Сондықтан басқа жерде болсыншы» деп сұрап едім дейді. Жаңағы нұр, маңдайымдағы нұр қамшымның ұшына өтті дейді. Қолымдағы қамшымның ұшына өтті дейді. Тіпті алыстан қараған адам оны мені бір шырақ ұстап келе жатқан адам деп ойлап қалатын еді дейді. Жаңағы нұрдан. Сөйтіп мен еліме келдім. Үйіме келгеннен кейін ең бірінші әкеме жолықтым дейді. Әкеме жолығып мен әкеме айттым дейді: «Әке, мен сізге енді бөтенмін, сіз де маған бөтенсіз» деп айттым дейді. Сонда әкем: «Ей Туфайл, саған не болды?» деп айтты. «Мен Мұхаммедтің дінін қабылдадым, оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Дінін қабылдадым, сондықтан да мен сізге бөтенмін, мен ислам дінін қабылдадым» деп айттым. Сонда әкем айтты: «Ей Туфайл, ол сенің дінің, ол менің де дінім, маған үйреткін» деп айтты дейді. Әкем өте ақылды адам болатын дейді. Сөйтіп сол ислам дінін әкеме үйреттім. Әкем ұсыл құйынып келіп, кәлима шахадат айтып, ислам дінін қабылдады. Сосын әйелім келді. Әйеліме де айттым дейді: «Сен енді маған бөтенсің, мен де саған бөтенмін, мен ислам дінін қабылдадым» деп әйеліме айтып едім. Әйелім айтты: «Ата-анам сенің жолыңда құрбан болсын, ей Туфайл, ол сенің дінің, ол менің де дінім ғой. Үйретсейші, ол қандай дін?» деп менен сұрады дейді. Сосын мен айттым: «Сен бірінші барып, анау Зиш-Шаро деген бір сол жердегі қауымдар табынатын бір пұт болатын. Оның айналасында өзен ағып жататын. Сол Зиш-Шароға барып, сол өзенге адамдардан алыс жеріне барып, ғұсыл құйынып, шомылып, сөйтіп қайтып келген» деп айттым. Ол айтты, әйелім айтты: «Я Туфайл, ол пұттың маған зиян беремі деп мен қорқамын» деп айтты. Сол кезде мен айттым: «Аллахи, қорықпағын, мен кепіл боламын, саған ешқандай да зиян бере алмайды» деп айттым. Сөйтіп ол сол жерге барып, шомылып, ұсыл құйынып келді. Келгеннен кейін ислам дінін қабылдады. Сосын мен қауымыма бұл дін жайында, қауымыма ислам діні жайында оларға түсіндірдім, оларға ұсынып едім, қауымым асықпады дейді. Қауым ешқайсысы ислам дінін қабылдауға асықпады, бірақ Әбу Хурайра радиаллаху анху ғана ислам дінін қабылдады дейді. Сөйтіп бірнеше уақыттар өтті. Бірнеше уақыттар өткеннен кейін Әбу Хурайра радиаллаху анху екеуміз Меккеге пайғамбарымыздың алдына келдік дейді. Пайғамбарымызға келіп, мен өз қауымым жайында хабар бердім. «Я Расулулла, менің қауымым сондай күнәға белең алған, сондай пұтқа табынады, оларға ислам дінін ұсындым, бірақ асығар емес» деп пайғамбарымызға жағдайды айтып бердім дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 2 рәкағат намаз оқып, қолын жайып дұға қыла бастады дейді. Мен қатты қорқып кеттім дейді. Менің қауымыма теріс дұға қылама деп қорқып кетіп, «Я қауымым» дей беріп едім. Пайғамбарымыз сөйтсем: «Я Аллахым, бұл Аддаус, бұл Туфайлдың қауымына, бұл Туфайлдың елін өзің тура жолға салғын, өзінің хидаят бергін» деп дұға қылды дейді. Сөйтіп бірнеше рет айтты дейді. Сосын біз пайғамбарымыздың қасынан сөйтіп өз елімізге қайттық дейді Әбу Хурайра. Уақыттар өтіп жатты. Пайғамбарымыз Меккеден Мединеге хижрет етеді. Меккеден Мединеге хижрет еткеннен кейін Бәдір соғысы, Ухуд, сосын барып Хандақ, жаңағы жорықтар соғыстары болып өтеді. Сол өткеннен кейін
Туфайл ибн Амир өз қауымынан 80-нен астам отбасымен пайғамбарымыздың алдына келеді. Ислам дінін қабылдаған 80-нен астам отбасымен бірге пайғамбарымыздың алдына келеді. Пайғамбарымыздың алдына келіп, сөйтіп пайғамбарымыздың алдында қалып қояды Туфайл ибн Амир. Пайғамбарымыздың қызметінде болады. Пайғамбарымызбен бірге жорықтарда болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін Абу Бәкір радиаллаху анхудың қасында болады. Абу Бәкір радиаллаху анхудың қасында сенімді адамдардың бірі болады, Туфайл ибн Амир. Сол кезде мынау білесіздер, Абу Бәкір радиаллаху анхудың халифалығы тұсында мынау мұртаттар шықты, діннен бас тартып. Сол кезде мынау Мусайламатул Каззаб, өзін пайғамбармын деп шыққан жалған пайғамбар шықты. Адамдар діннен, исламнан бас тартып жатты. Сол кезде сол жорықтарға қатысады Туфайл ибн Амир. Сонда айтады, сол жорыққа шығып жатқан кезінде Туфайл ибн Амир бір түс көреді. Түсінде шашын тықырлап алып тастаған екен. Ол сахабаларға айтады, мен сондай бір түс көрдім, сол түсімді жорып беріңіздер. Менің түсімде жаңағы шашымды тықырлап алып тастапты, және де аузымнан бір құс ұшып шықты дейді. Сөйтіп ол құсты бір әйел өзінің ішіне салып алды дейді. Және де ар жақтан менің балам мені шақырып айқайлап атты дейді. Осы түсті жорып беріңіздер деп сахабалардан сұрайды. Сонда сахабалар айтады, енді бұл жақсы түс қой, жақсылыққа жорайық, жақсы екен деп олар жаңағыдай сөйтіп айтады. Сол кезде Туфайл ибн Амир өзі айтады, мен бұны былай жорыдым дейді. Менің шашымның алынғаны басымның кесілетіндігі. Аузымнан құстың ұшып шыққандығы бұл жанымның шығуы. Денемнен жанымның шығуы. Бір әйелдің жаңағы құсты ішіне салып алуы мені жер ана, яғни қабір өз бауырына алуы дейді. Мен бұны осылай жорыдым. Және де баламның айқайлағаны, балам менен кейін бірнеше уақыттан кейін дүниеден өтетіндігі деп осылай жорыдым дейді. Осы түсті көргендігін айтады. Және де сол жорықта, сол соғыста Туфайл ибн Амир сол басы кесіліп, сол неде шахид болады. Сол соғыста шахид болады. Баласы Амир ибн Туфайл бір қолынан айырылады сол соғыста. Бір қолынан айырылады. Сөйтіп, Амир ибн Туфайл өзінің әкесінен және де бір қолынан айырылып сол соғыстан қайтады. Туфайл ибн Амир сөйтіп шахид болады. Сөйтіп уақыттар өтіп, Омар радиаллаху анхудың халифалық келеді. Омар радиаллаху анху халифалық тұсында бірде Омар радиаллаху анху адамдарды шақырып тамақ беріп атады. Сол кезде осы Туфайлдың ұлы Амирде келіп, сол жерге алыстау бір шетке келіп отырады. Сол кезде Омар радиаллаху анху оған айтады, ей Амир, сен неге сен ол жақта отырсың дейді, неге сен алыс отырсың, біздің қасымызға келіп отырмайсың ба дейді. Немесе сен анау кесіліп қалған қолыңнан ұялып отырсың ба дейді. Сол кезде Амир ибн Туфайл айтады, иә, ұялып отырмын дейді. Сол кезде айтады Омар радиаллаху анху, уаллахи дейді, ей Амир, біздің арамызда бір мүшесінің өзінен бұрын жәннатқа барып қойған бірде-бір адам жоқ дейді. Қараңыздар, бір мүшесі өзінен бұрын жәннатқа барып қойған адам жоқ дейді, сенен басқа дейді. Сен біздің қасымызға, тіпті сен мен қасыма келіп отырғын дейді. Тіпті мынау тамақты сол кесілген қолыңмен араластырмайынша, уаллахи мен бұдан дәм татпаймын дейді. Сөйтіп қасына отырғызады. Бұл Туфайл ибн Амирдің ұлы еді. Сөйтіп бұл ұлы да сол шахид болады. Ұлы да сол кейіннен соғыстарға қатысып, жихадтарға қатысып, өмірден өтеді, шахид болады. Иншалла, осы бұл қысқаша Туфайл ибн Амирдің өмір баяны. Алла субхана тағалалардан разы болсын. Осы Алла өзі разы болған құлдарының ізімен сіздер мен біздерді жүруімізді Алла субхана тағала нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, ва настағфирук, ва атубу илейк.